Кітап өмір ұстазы. Сондықтан жастар кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес. Кітап аяулы досы бола бастаған шақтан былай ғана. Әрбір жан өзін интеллигент бола бастадым деп санауына болады. Кітап үйдің ашулы тұрған терезесі. Кітаппен дос бол, кітаптың жомарт беттері, көзінді тосар, адал дос одан жоқ тегі. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына. Өзіңді өзің тану үшін кітап керек, өзгені де тану үшін кітап керек. Кітап жинай берген мұрат емес, оқыған мұрат. Мәдениеттің мәйегі кітап. Кітап маған тақтан да қымбат. Кітап асып таспайтын асыл досымыз. Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Өз бойымдағы барлық ең жақсы қасиеттерім үшін кітапқа қарыздармын. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік. Кітап ғасырларға сапар шеккен ақыл ескерткіші. Кітаптың міндеті өмірдің орнына жүру емес, өмірді түсінуді жеңілдету, тездету,